Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін сіздерге 2024 жылдың бақталас автокөліктерінің бірі қазақстандық сборка JAC G7 автокөлігімен қытайлық сборкадағы Chevrolet Monza автокөліктеріне видео обзор жасайтын боламыз. Біздің Қазақстанға соншама автокөліктердің кіріп жатқаны соншалықты адамдардың ойы сан алуан сан жақты. Қай автокөліктің бірін таңдасам болады деген оймен жүр. Қазір сіздерге осындай екі бірдей автокөлікті видео обзормен қай автокөліктің бірін таңдайсыз, өз еркіңізде. Біздің мақсат сіздерге автокөліктерді көрсету бауырлар. Ал ендеше видео басалмас бұрын біздің каналға тіркеліп, Instagram, TikTok, YouTube парақшаларымызға өз комментарияларыңызды комментарий бөлімге жаза кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Біздің еңбекті бағалап, лайк басуды ұмытпаңыздар бауырлар. Ал ендеше біздің автокөліктерге келетін болсақ, оң жағымда JAC G7 автокөлігі мен сол жағымдағы Chevrolet Monza автокөлігінің кілті. Есіктерін құлтап ашу, багажниктерін ашу батырмасы. Мына қытайлық сборкадағы автокөлікте осындай екі бірдей заводский кілттермен беріледі. Бұл жерде дәл сондай, но бірақ JAC G7 автокөлігімізде 5 ключевой доступ қарастырылған бауырлар. Ал кеттік ендеше біздің видеомызға келетін болсақ, автокөліктерімізге келетін болсақ, JAC G7 автокөлігіне келетін болсақ, 2023 жылғы екі бірдей автокөлікте 2023 жылғы 1.5 бензин, атмосферный бензин қозғалтқышымен, ешқандай турбинасы жоқ, 1.2 турбина емес, екеуі де 1.5 бензин қозғалтқышымен. Алдыңғы жетекте JAC G7 автокөлігімізде 17-лік жеңіл балқытылған титандық диск болатын болсақ, Chevrolet Monza'да жеңіл балқытылған 16-лық титандық диск бауырлар. Ал ендеше автокөліктерде күндізгі жарық шамдары мен шамдары линзалы, Chevrolet Monza'да дәл сондай күндізгі жарық шамдары мен шамдары линзалы. Екі автокөлікте де туманка қарастырылмаған, парктрониктар алдыңғы бамперлерінде қарастырылмаған. Автокөліктердің түсіне келетін болсақ, мокрый асфальт түстес, Chevrolet Monza автокөлігіміз ақ маржан түстегі, белый жемчуг түстегі автокөлік бауырлар. Автокөліктер толықтай өзінің заводтық краскасында, ешқандай детальдары ұрылмаған, сызылмаған. Осы біздің асыл автода сатылымда тұр бауырлар. Енді бұл автокөлікті салыстырып атқан себебіміз екеуінің де бағасы бақталас автокөліктердің бірі. JAC G7 автокөлігіміз 8 миллион 290 мың теңге тұратын болса, Chevrolet Monza автокөлігіміз 8 миллион 90 мың теңгені құрайды бауырлар автокөліктерде. Ал біздегі автокөліктерге клиренсіне келетін болсақ, JAC G7 автокөлігіміздің клиренсі 125 мм құрайтын болса, Chevrolet Monza автокөлігіміздің клиренсі 130 мм құрайды. Екеуінің айырмашылығы бір 5 мм ғой бауырлар. Ал біздегі автокөліктерді енді тест-драйвтан бастайтын болсақ, алдыңғы бамперлерінен бастайық, көрейік, тексерейік бұлардың бамперлері қандай екенін. Ал біздегі JAC G7 автокөлігінің бамперіне келетін болсақ, сол баяғы кәдімгідей бұлқылдап тұрған, сылқылдап тұрған JAC G7 автокөлігінің бампері. Енді сіздерге айта кетейін бауырлар, сіздер жаңа автокөлік алып атсаңыздар да, ескі автокөлік алып атсаңыздар да, осы бампердің ішкі жақтарына решетка қойдырып алсаңыздар жақсы болады. Өйткені мен 2023 жылғы трассада Чанган автокөлігін көрдім. Оның астында антифриз ақып тұрған еді. Содан барып сұрадым, қандай көмектесем, ешқандай көмек бере алмайсың дейді. Өйткені бамперден кірген тас сіздің основной радиаторды тескен, кондердің радиаторын тескен, және де ненде основной радиаторды тескен, астынан антифриз ақып кеткен. Сол үшін менің қолым кіріп тұрған жерден сіз трассада кетіп атқан кезде тас ататын болса, любой бір машина тас ататын болса, мынаның арасынан кіретін болса, сіздің радиаторыңызды тесіп өтеді бауырлар. Мынаны қараңыздар, мына жерде орны өте көп, мына жақтан кіретін болса тас, мына жақтан кіреді, мына жақтан кіреді, бес саусақта кәдімгі кіріп кетіп жатыр. Сол үшін қандай машина алсаңыз да детейлинг центрге барып, бамперді шешкізіп, толықтай решеткасын салып алыңыздар бауырлар. Ал ендеше біздегі Chevrolet Monza автокөлігімізге келетін болса, қытайлық сборканы тексерейікші кәнеке. Алдыңғы бамперлерін. Екеуі бірдей ғой пәште. Бұлқылдап тұрған, сылқылдап тұрған, екеуінің де бамперлері бірдей. Но бірақ бұл жерде сәл азырақ екен. Мына жерде қол кіретін жерлер бар, тас кіретін жерлер бар. Но бірақ астыңғы жағынан өте көп кіретін. Астыңғы жағын қараңыздар, өте ашық екен. Енді автокөліктерге келетін болсақ, бауырлар, клиренсін толықтай айттым, бамперлерін айттым, екеуінде бампері мәз емес, екеуі де бірдей. Ал енді сыртқы кузовтарға келейік. Мінекей, ал біздің тексеретін, осындай тексереміз ғой, осылай кузовтар. Мынаның енді есігі қатты екен. JAC G7-ның есігі қатты екен. Дауыс естіліп тұрса, есігі қатты екен. Ал біздегі Chevrolet Monza. Chevrolet Monza'да сразу былай камерада да көрініп тұрған жар. Осындай екен дауысы. Ал енді біз автокөліктің ішкі жақтарын сіздерге таныстыра кетейік. Ал енді біздегі мына жақтан көрсетсең болады енді. Толықтай көрсете бер. Автокөлікте Chevrolet Monza автокөлігіміздің ішкі салондарын сіздерге көрсете кетейік. Ал бисмилля, бұл автокөліктерге келетін болсақ, ішкі жақтарында бисмилля, бұл автокөлігімізді от алдырайық.
Қолға ыңғайлы мультирульдары толықтай қарастырылған, киоск контролімен, дауыс ассистенттері қамтамасыз етілген. Жоғарғысында люк бізде екі положениеде ашылады. Өте керемет, люктың болғаны жақсы. Жаздың күні люкті ашып қойып, түнгі қалада серуендегенге өте тамаша. Бір зоналы климат контроль, пуш старт қарастырылған, телефонда сымсыз қуаттағыш. Бұл бізде робот болып келеді. Роботымыз 6 сатылы робот, сенсорлы аудиосистема. Аудиосистемалары жақсы бұныңша, кәдімгідей передний камералары бар Монзада. Задний камералар бар. Мына бізде передний камерасы тып-тынық бір жақ жері Chevrolet Monza'ның камерасына көп көңіл бөлген. Задний ведущий камерасының өзі тып-тынық, бауырлар. Ешқандай тебу, ешқандай қарастырылмайды, жақсы, өте тамаша. Электронный ручник, автохолд, стақан салғыш, шынтақ тірегіштерімен. Енді бұл автокөлігіміз су жаңа болғандықтан ешқандай минус жоқ, өте тамаша. Торпеданы қараңыздар, тігістерін қараңыздар, өте тамаша. Жұмсақ материалдардан тігілген. Өте керемет. Жоғарғысындағы нелерге қарасаңызда, материалдарына қарасаңызда тамаша. Бұның ішіне отқан кезде бір компактный машинаға отырғанда болсын, BMW тройкалар бар ғой, тура соған қарап, мынаның барлығы өзіңе қарап қалған, ыңғайлы, қолымен басып, не қыла бересің. Звондай да бересің. Бұда егер сізде iPhone болатын болса, Apple CarPlay'ді тіркеп қоятын болсаң, тюгис, навигатор, картамен жүре бересің. 4 жақта стеклоподъемник, құлақтарын реттеу батырмасы, багажникті ашу батырмасы, шамдарын реттеу батырмасы толықтай қамтамасыз етілген. Орындығы керемет, өзіңе баурап алады кәдімгі. Жүп-жұмсақ орындықтар ешқандай қатты емес, тастай емес. Енді бұл жерде плавающий сиденье екі орындықта да қарастырылмаған, обычно ручной ғой. Келесің, тез ғой бұда. Тез осылай не қыла бересің, реттей бересің. Ал ендеше біздің автокөліктің артқы орындығына келек. Біз артқы орындықтарын отырайық, тексерейік. Бисмилля. Бұл автокөліктің артқы жағына келетін болсақ, артқы жағы да өте ыңғайлы, отырғанға аяққа орындар жеткілікті, жоғарғыда орындар жеткілікті. Басың тиіп қалмайды. Менің бойым бірде 65 қой. 65-тің өзі рахаттанып, қиналмай отырады. Шынтақ тірегіш, енді бұл автокөлікте қарастырылмаған, шынтақ тірегіш жоқ. Телефонға ешқандай зарядкілейтін орын қалдырмаған. Стеклоподъемник, колонка дейді, есіктің жақтаулары обычный не ғой, пластмасс дауыстарының баршасы жақсы, негізі жаман емес. Обычный қомақты, қалада жүргенге жақсы автокөліктің бірі негізі. Автокөліктің ішкі жақтары, салондары жақсы. Ақ маржан түсте. Мінекей артқа багажниктерін таныстыра кетейін. Багажник бұл жерде 405 литр сыйымдылықпен запас кісі ключтері баршасы қамтамасыз етілген. Қытайлықтар негізі пысық қып, полностью таблетка, домкрат, одан кейін үстіңе киіп алатын аварийный знак, полностью бәрін салып беріп жүрген. Задний ведущий камераларымен Chevrolet Monza, Monza'ның артқы задний фарлары өте тамаша. Онан қарасаңыз, задний фарлары керемет көрінеді. Одан кейін парктрониктары қарастырылған, артқы бамперлері өте тамаша. Бір мұржалы, осындай. Chevrolet Monza автокөлігі бауырларым. Негізі Chevrolet Monza'ның сыртқы кузовы, ішкі салондарын өлтіріп, тәштай етіп жасағанда қытайлық сборкадағы. Енді бензин сақтау багына келетін болсақ, бұл жерде 44 литр бензин, сыйымдылықпен 44 литр бензин. Ал енді біздің JAC G7 автокөлігімізді айта кетейік. Біздің JAC G7 автокөлігімізге келетін болсақ, 5 ключовой доступтары қарастырылған есіктерінде, есіктері өте үлкен бұл автокөлікте. Chevrolet Monza'ға қарағанда JAC G7 автокөлігіміздің ұзындығы өте ұзын. Көлемі, ені жағынан да өте ұзын бауырлар. Автокөлікті толықтай арғы жағына қарап көре берсеңіздер болады. Бисмилля. Автокөліктің ішкі жағына келетін болсақ, бұл жерде шынтақ тірегіштері жұмсақ екен. Шынтақ тірегіштерімен пуш старт қолға ыңғайлы жерде қарастырылған сенсорлы аудиосистемалар мен Тесланың сенсорлы аудиосистемасы сияқты қолға ыңғайлы руль, мультирульдары, дауыс ассистенттері, киоск контрольдары қарастырылған екен автокөлікте. Бұл жерде енді вариатор болып келеді. Ешқандай автомат емес, робот емес, бұл вариатор қорапта. Бұның да задний ведущий камерасы бар, передний камерасы жоқ бұда. Енді задний ведущий камерасы сәл, енді Монзаға қарағанда сәл. Онда бір 8 ба, 7 ма сондай екен. Монзаға қарағанда ол сәл қатты немес екен. Кондер печка, электронный ручник дейді, автохолд батырмасы, телефонға орын. Мына жерге телефоныңызды қойып қойсаңыз, бұл жерге телефон сыймайды екен. Мынау не үшін сондай? Өзінің кілтін сақ қойғанға ма? Мынаның кілт сақ қойсаңыз болады екен. Кілтке екен мынау орын. Так, шынтақ тірегіш. Жоғарғысында люк қарастырылған екен. Мынау фарлары, светтері. Жоғарғысында люк бізде екі положениеде ашылады. Бағана айтқандай, люк жаздың күні өте керемет. Басыңды шығаруға, таза ауа жұтқанға өте тамаша бір орындықтары. Қараңыздар, орындықты қараңыздар. Мынау енді необычный орындықтарымен черный кожа. Екеуінде де плавающий сиденье қарастырылмаған, обычный реттеуіш. Торпедалары да жұмсақ екен. Торпеда жұмсақ, материалдарды қараңыздар. Но бірақ мынаның кәдімгі торпедасы бағана Монзанкіндей саған барлығы қарап қалмаған, барлығы өз орнында, но бірақ мынаның да ішкі дизайны
кәдімгі өлтіріп істеген екен, зор қылып істеген екен. Мына қараңыздар. Өте керемет екен. Тамаша. Орындықтары да, бұл да обычный қолмен өзің реттей бересің ғой, керек жағына қарай реттей бересің былай. Ал енді 4 жақты стеклоподъемник, құлақтарын реттеу батырмасы, шамдарын реттеу батырмасы қарастырылған, есіктің жақтауларында табалдырықта бронепленкалары жабыстырылған автокөлікте. Автокөліктің артқы орындықтарына келетін болсақ, бисмилля. Бұл жерде міне мынау бізге керекті зат мынау шынтақ тірегіш. Артқы орындықта кетіп бара жатасың, сен суыңды, горилаңды, дизигіңді қойып қойып, кәдімгі кете бересің. Аяққа да орындар жеткілікті, жоғарғыда да орындар жеткілікті. Бұл жерде екі Type-C қарастырылған. Зарядкеге екі Type-C қарастырылған. Шынтақ тірегіші керек емес болса, жинап қоя саласыз ғой, негізі шынтақ тірегіш керек. Стеклоподъемник, колонка, бронепленка артқы орындықтарында да жабыстырылған екен. Ал ендеше біз багажникке келетін болсақ, артқы фарын қараңыздар. Артқы фарлары енді маған бұл JAG G7-нің артқы фары онша Монзаға қарағанда ұнай бермейді. Монзанікі енді дұрыстау енді ше, кәдімгі зор ғой негізі. Артқы жақтарына келетін болсақ, бұл жерде багажникті ашу батырмасы. Енді бұның сыйымдылығы лифтбек болғандықтан 540 сыйымдылықпен артқы орындықтарды жатқызатын болсаңыз, 1510 литрді құрайды. Бұда да запаска ключтері баршасы қамтамасыз етілген. Қазақстанда жүрілген ешқандай экспортты машина емес, бұл қазақстандық сборкадағы JAG G7 автокөлік. Екі мұржасы мен артқы бамперлеріне парктрониктары баршасы қарастырылған екен. Осындай JAG G7 автокөлігіміз орда. Келіп көріп берсеңіздер болады. Ал енді бұның бензин сақтау багы 55 литр, Монзаға қарағанда үлкен, 55, Монзанікі 44 литр. Бұныңкі 55 литр сыйымдылықпен бір полный бақ құйып алатын болсаңыз, көп жүре береді. Бауырлар, осымен біздің видеомыз тәмам. Сізге қай автокөліктің бірі ұнады, өзіңіздің таңдауыңызда JAG G7 автокөлігін алсаңыз да, Chevrolet Monza автокөлігін алсаңыз да, жақсы автокөліктің бірін алыңыз, таңдаңыз, көріңіз, тест-драйв жасап көріңіз. Біз Шымкент қаласы Тұран микрорайоны 660/1 мекен жайында орналасқанбыз. Сіздерді таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 8:00-ден күтеміз. Біздің осы еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Ал достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау саламатта бола беріңіздер. Жақсы.